Армысыздар, қазақ елі. Осы мені және көпшілікті мазалайтын бір сұрақ бар. Ол сұрақ осы соңғы кездері біздің қазақ не үшін дәулетті болудан жиренеді? Не үшін біздің қазақ бай болмау керек? Оның бірнеше себептері бар. Бұның бірінші себебі коммунистік партияның қазақ халқына жасаған қиянаты деп білеміз. Екіншісі, бұл рухани түп қазығымыздан ажырап, соңғы 3 ғасырдағы қазақтың өз құндылықтарынан алшақтап әлсірегенінің белгісі. Біздің қазақ не үшін бай болмау керек? Шынтуайтына келгенде, біздің қазақ балаларының есімінің өзін Байбек, Бәйдібек деп қойып жатады. Қарабай деген сол сияқты ертегілерде көптеген байлар менен кедейлердің оқиғасы кездеседі. Ал біздің қазақ бұл танымнан өзгеру керек. Рухани жаңғыру бойынша біздің қазақ түсіну керек. Бай болу парызы. Сіздер қараңыздар. Бізде де Абай атамыз айтады: бай адамнан үміті жоқ, Құдайдан үміті жоқ дейді. Ал мынау еврей халқы, бұл өздерінің 10 ұлттық нақылы бойынша қарекет етеді. Еврейлерде еврей жұмыс істеуге міндетті емес, ал ақша еврейге қызмет етуге міндетті деген қағидамен жүреді. Ал араб халқын алып қарайық. Арабтар бұлар 5 парызды ұстанады. 5 парызды. Ислам дінін ұстанады. Ал бізде қазақтар ислам дінін ұстанамыз. Және де 5 парызды біздің қазақта да бар. Бұны өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал біз соңғы кездері осы өзіміздің ұлттық құндылықтар менен діни құндылықтардың арасында шатасу болғандықтан біз бай болудан жирендік. Үйрену деген бар қазақта, жирену деген бар. Үйрену дегеніміз бұл Абай атамыз бұл туралы өзінің өлеңінде адал бол, бай тап, адам бол, мал тап, қуансаң қуан сол кезде дейді Абай атамыз, Хакім Абай. Ал біз қайтпекпіз. Біз бай туралы қайдан үйренеміз? Байлықтың жалпы бізге керегі не? Бұл тұрғысынан алған кезінде дүниежүзілік экономикалық форумда бұл адамға қажетті құзыреттіліктің 16 түрін атап көрсеткен. Соның ішіндегі бұл біріншіден командада жұмыс істеу дағдысы, екінші көшбасшылық дағды, үшінші бастамашылдық, төртінші бұл IT құзыреттілік, бесінші бұл қаржылық білім. Біздің қазаққа қаржылық білім көп. Хакім Абай айтқандай, өз сөзім деп бірінші қара сөзінде айтқандай, бұл да менің өз сөзім. Мүмкін мен бауырларыма оның игілігі тиіп жататын болса, мен өзімнің білген түйгенім менен, зерттеу тұжырымдарым менен, өзінің қаржылық білім атты кітабымның қысқаша нұсқасы менен сіздерді таныстырып өтемін. Біздің
қазақ ертегілері 21 ғасырда өзінің мүмкіндігін аша түссе, біздің қазаққа игілікті болмақ. Роберт Кийосаки өзінің кітабында айтады, ертегілер дәуірі аяқталды дейді. Бұлай қарап отырсаңыз, ол қай ертегі аяқталды? Сіздер білесіздер, алтын балық ертегісі. Рас, алтын балық ертегісінің дәуірі аяқталды. Бұл жерде алтын балықты ұстап алып, алтын балыққа өзің тілегіңді айту, ол ақымақтық. Ол болмайтын нәрсе. Ал алтынның керісінше тілектерді орындайды десе, бұл реалды нәрсе. Біздің қазақ ертегілерінің мәні әрі ашылған жоқ, қаржылық білімде. Не үшін? Сіздерге айтайық. Мысалға, мынау Әсемай мұражайының жасаған әдемі алтын әшекейі, алтын сақа анығында. Бұл алтын сақа. Біздің қазаққа бастауыш сыныпта барлық қазақ оқитын алтын сақа ертегіміз, қызықты алтын сақа ертегіміз. Осыны оқыған кезінде мектептерде сыни оқу жоқ дейді. Мен керісінше бар деймін. Бұл жерде адамның тілегін орындайтын, іске асыратын. Ол мынау алтында мәселе. Біздің қазақ қай кезде біз алтынға актив ретінде мән береміз, біз дәулетті боламыз. Сіздің қалтаңыз толған ақша болады. Қалай ақша болады? Сіз қараңыз. Ол үшін қаржылық білім керек. Біздің адамзаттың кешігуі аграрлық дәуірде бір ғасырға кешіккен екен адамзат. Индустриялық дәуірде 50 жылға кешігу. Мысалға, біз жаңағы бәріміз Қазақстанның автокөлігін сатып мініп атқан жоқпыз ғой. Баға тұрғысынан қолжетімді болып тұрған жоқ қой, мәселеге көрдіңіздер ме? Бұл индустриядағы біздің жаңағы қазақ елінің әлсіздіктері бар. Ал енді ақпараттық дәуірде бұл кешігу 6 ай болады. 6 ай болады. Мына менің есімімде Алтай Аманжолұлы. Осы ақпараттық дәуірдегі кешігуді мен өз мерзімінде орындауға өзімнің үлес қосуымды азаматтық парызым деп санаймын. Мысалға қараңыз, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2017 жылғы Қазақстанның 3-ші жаңғыруы атты мақаласында, яғни халыққа арнаған жолдауында қаржылық білім мәселесін қозғаған. Анығында оқып беретін болсам, елбасының 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік жолдауының 4-ші басымдығы адами капитал сапасын жақсарту бойынша қаржылық білім мәселесіне үлкен мән берген. Біз тағы да кешігіп келе жатырмыз. Елбасы айтты, бірақ кешігіп келе жатырмыз. Себебі біздің қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша бізде YouTube каналды іздесеңіздер, YouTube'дан, басқа арналардан іздесеңіздер, бұл мәліметтер аз. Соңғы кездері көбейіп жатыр, мен оған қуанамын. Ал енді мынаған келетін болсақ, бұл біздің қаржылық білім бізге керек. Анығында халыққа керек, мектепте оқыту керек, мектеп жасынан. Бұны жаңағы өздеріңіз білесіздер. Кейбір тұстарда мынау қазақ айтады, аш бала тоқ баламен ойнамайды дейді. Рас, ашығып отқан балаға биология пәнінде жапырақ жасушасын оқыту, ол оған қызық емес. Оған маңыздысы, оған үйіне барған кезіндегі ішетін тамағы, физиологиялық қажеттілік оған маңыздырақ.
Біздің қазақ бай болу керек. Ол үшін қаржылық білім керек. Сіздер қараңыздар, қаржылық білімнің болмаған кезеңде, жоқ кезіндегі, бұл қоғамда болатын, бұл мынандай проблемалар болып табылады екен. Біріншіден, халықтың банк жүйесі туралы білмеуі. Бұны өздеріңіз көріп отырсыздар, мына пандемия жағдайындағы дағдарыстарға түсуіміз. Екінші, қаржы нарығын білмеу. Үшінші, қаржылық жоспарламау, ақшаны жоспарсыз жарату. Төртіншіден, қаржылық айлакерліктен сақтанбау. Сіздер көріп отырсыздар, қазақ халқы неше түрлі мынау пирамидалардан алданып қалдық дейді. Оны жаңалықтан көресіздер. Аптасына бір рет көрсетеді кемінде. Бесінші, қаржылық сақтандырулар туралы біліксіздік. Алтыншы, зейнетақы туралы түсінбеу. Зейнетақы туралы шығынын түсінбеу. Зейнетақы, болашақта не үшін жинаймыз зейнетақыны? Ол қанша болады? Зейнетақыны қалай адамға игілігі бар? Оны мектеп жасынан балалар білуі керек. Жетінші, қоғамдағы масылдық сананың қалыптасуы. Сегізіншіден, біз капиталистік жүйеде өмір сүреміз, бірақ капитал туралы білмейміз. Тоғызыншы, инвестициялық білімнің болмауы. Біз бағана мен атап өткен еврейлер, еврей халқы, ақылды, саналы халық. Ал біздің қазақ текті халық. Біздің қазақтарда осылай инвестиция жасауды біз мән беруіміз керек. Біздің қазақ физиократ халық деп бір ғалым сондай тұжырымға келіпті. Физиократ дегеніміз енді қара жұмысқа бейімдеу деп атағаны ғой енді. Олай емес. Біз инвестициялық білімімізге, инвестициялық құзыреттіліктерге мән беретін кез келді. 10-шыдан бұл жемқорлық. Жемқорлық. Қалай? Телеарнаны қосып алсаңыз түгел жемқорлық. Ұсталып жатқан судьялар, ұсталып жатқан полициялар, ұсталып жатқан әкімдер, бұл не масқара? Бұл қаржылық сауатсыздықтың жоқтығынан. Қаржылық сауатсыздықтан адам сараңдыққа ұшырайды, ашкөздікке ұшырайды. Ол тіпті қауіпті. Ал ол үшін қаржылық білім керек. Содан кейін халықтың салықтық мәдениетінің төмендігі. Салық органдарының мәліметі бойынша біздің халықтың салық мәдениеті төмендейді. Біздің салықты басқа ұлттардың бәрі ерте төлейді дейді, қазақтар кеш төлейді дейді. Мұны көрдіңіздер ме? Бұл да ойланатын мәселе. Сіздің дәулетті болуыңызға бұл салық мәселесінде салық заңдарын білу, салықты жеңілдіктерді заңды жолмен алу, бұл сіздің дәулетті болуыңызға тікелей әсер етеді. Одан кейін үлкен мәселесі, бұл демографиялық мәселе. Бұл ұлттық мәселе. Жас отбасылардың ажырасуының көбеюі, бұл үлкен мәселе. Бұл қаржы мәселесінен. Пәтердің болмауы, отбасындағы ақшаның тапшы болуы, көрдіңіздер ме? Бұл тағда осы қаржы мәселесі, ақша туралы біздің танымымыз, білігіміз, біліміміз төмен болғаннан кейін ол отбасындағы дау-дамай туындап, оның аяғы ажырасуға алып келеді. 13-ші, бұл халықтың қаржы мәселелерін түсінбей, агрессивтілік танытуы. Мұнан қараңыздар, егер осы айтылған қаржылық проблемалар шешілмейтін болса, біз мемлекеттік билік тұрғысынан және де білім және ғылым министрлігі мән бермейтін болса, біздің мынау қаржылық білім дамымайтын болса, біздің болашақтағы 10 жылда заман тез жаңғырып жатыр, мемлекет басқару өте қиынға түседі. Себебі мынау масылдық санадағы адамдар көбейеді, жұмыс істемей ақша табамын деген адамдар табы арта түсіп, мемлекет оны қамтамасыз ете алмай, бұл қиын дағдарыстарға алып келуі мүмкін. Бұл үлкен мәселе. Ал менің айтайын деп отқан мәселем, қорытынды жасайық, бұл жарлы болудан жирену. Біздің қазақ халқы
әр ертегісінде бесіктегі бала болып жатқан кездің өзінде айтады. Бай болып, бақытты болып, мұратына жетіпті дейді. Сіздер оны Керқұлатты Кендебай ертегісінен білесіздер. Бай болу үшін, бақытты болу үшін байлық керек. Ал байлықтың рахатын көру үшін қанағат керек. Біздің Қазақстанда байлар көп болсын, әсіресе қайырымды байлар көп болсын. Мынау біздің саналы азамат бай болуға байлам жасау керек. Бағана айтып кеттім, арабтардың қалай дәулетті болатын. Арабтар қалай дәулетті болады? Сіз қараңыз. Біз келесі кездесуде Роберт Кийосакидің үшпен оқитындардың әлемді басқаруы туралы жазған кітабын талдайтын болатынбыз. Ал бер жаққа келетін болсақ, бүгінгі мәселе әрбір қазақ бай болуды парыз санау керек. Сіз бай болуға парызсыз. Егер сіз тәңірліктіңге кіріп кетпесеңіз, егер сіз сектаға кіріп кетпесеңіз, сіз біздің қазақ ата-бабамыз қабылдап алған дін, Яссауидің жолы, Әл-Фарабидің жолы, Абайдың жолы, бұл ислам дініндегі Ханафи жолы. Ал бұл жолда 5 парыз бар. 5 парызымыздың біріншісі бұл кәлима айту, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылық жасау. А бізге керегі бұл 4-ші парыз. Зекет беру. Көрдіңіз бе? Бұл зекет берушілік дамыса, осы зекет беру. Оны кімдер береді? Зекетті кедейлер бермейді. Зекетті жарлы адамдар бермейді. Зекетті дәулетті адамдар береді. Яғни, жаңа арабтар ұқсап біз түсінетін болсақ, біз зекет беруге бейімделуіміз керек. Мектеп жасынан, бала кезінен біз балаларымызды зекет беруге дайындауымыз керек. Көрдіңіздер ме? Көрсіңіз аш болмасын, көшеңіз аш болмасын, еліңіз аш болмасын. Сіздің бай болғаныңыздан пайда жоқ, егер халыққа қайырыңыз тимесе. Біз осылай балаларды қайырымды болуға, қоғамға игілікті болуға тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін, тағы да айтам, қаржылық білім керек. Сіз беруші қолдарды біз дайындауымыз керек. Ол үшін алдыменен сіздермен бірге дайындаламыз. Біз танымымызды, өмірге деген көзқарасымызды өзгертеміз, оқи отыра. Сіздерге мен игілікті болсам, ол азаматтық парызым деп білемін. Сіз бүгін байлам жасаңыз. Абай жолы биылғы жылы 175 жылғы Абайдың қазақтың сөздерін жаңғырту керек. Мынау математика пәнінде жалпы өмірде шешім қабылдады дейді. Шешім қабылдады деген мен әдебиеттерден оқығанда кезіктіріп жүрген жоқпын. Бірақ байлам жасады дегенді мен Абай жолы романынан оқып, мен сондай тұжырымға келдім. Байлам жасау бұл қазақтың бұрыннан келе жатқан сөз қорында бар мәселем. Сол үшін сіз әуелі дәулет. Абай жолы романында шешім қабылдау деген сөздер жоқ. Байлам жасау деген бар. Егер осы байлам жасау деген сөзді біз сөз қорымызға, лексиконымызға қосып пайдаланатын болсақ, біз рухани жаңғыра түсеміз. Олай болатын болса, саналы азамат, сіз бүгіннен бастап бай болуға байлам жасаңыз. Ал ары қарай біз келесі кездесулерде дәулетті болуға сізбен біз әрекет ететін боламыз. Сау болыңыздар, аманшылықта кездесейік. Сіздермен болған Алтай Аманжолұлы.